Сәлеметсіздер ме көрермендер? Маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться белгісін басып, қуантып отырыңыздар. Бүгінгі менің тақырыбым шашлықтың зияны. Тағам дәмді болған сайын біз ойлаймыз, ол пайдалы болады деп ойлаймыз, Бұл шашлыкке қатысты айтылмаған сөз деп ойлаймын. Сіз өзіңіз өміріңізде ойланып көрдіңіз бе, осы шашлықтың, кебабтың пайдасы бар ма менің организміме, менің денсаулығыма деп? Осы күнге дейін біз өзіміз жейміз, оның дәмді екенін білеміз. Бірақ оның әрі қарата денсаулыққа пайдалы тұстарын, зиянды тұстарын білмейміз. Бұның жасырын тұстары өте көп. Оны ұмытпаңыз, қазір мен сіздерге айтып өтемін. Шашлықтың негізгі зиянды қасиеттері. Олардың бірі шашлықтың құрамында канцерогенді заттардың өте жоғары мөлшерде болуы. Канцерогенді заттар олар онкологиялық ауруларды тудырушы заттар. Олар көбінесе фри картошкаларының құрамында, чипсыларда, грильдерде болады және осы шашлықтың құрамында болады. Нәтижесінде ісік пайда болады да, егер ісіктің таралуы немесе метазалау қабілеті дамитын болса, қатерлі ісік одан әрі қарата дами береді де, адамның денсаулығына нұқсан келуі мүмкін. Сонымен бірге осы шашлыкты пісірген кезде ылғи көмірді пайдаланады. Көмірді пайдаланған кезде бензопирен деген жаман зат ауаға шығарылады. Ол түтінмен бірге көтеріледі, еттің үстіне қонады. Еттің бөліктеріне қонғаннан кейін жеген кезде адамның ағзасына өте пайдалы деп ойламаймын. Және бұны жеп отырған кезде адам өзі сезбей тыныс алу жолдарындағы қатерлі ісікке шалдығу қаупі артады. Осы шашлыкты көбінесе асқазан, ішек, бауыр, бүйрек аурулары бар, немесе үлкен кәрі адамдар, асқазан жарасы бар адамдар жейтін кезде ойланып жеу керек, және олар аз мөлшерде жеу керек. Және кішкентай балалар жеуге болмайды. Егер етті нашар жандырып, еттің ортасында қаны ағып піспей қалған түрлі шашлыктар жейтін болсаңыз, олардың іштерінде инфекция мен дисбактериоздар дамып, сіздің ішегіңіздің құрамында бағанағы жаман микробтардың талшықтары дамып іште қалып кетеді. Ол одан әрі қарата асқазанның жұмыс істеу қабілетін төмендетеді және өмірін азайтады. Себебі бұл шашлыктардың құрамында неше түрлі дәмдеуіштер, уксус, піспей қалған шала еттің өзі де асқазанның өмірін қиындатады. Асқазанның өзінде адамның өміріне қажетті иммунитет 70% болады. Иммунитеттің өзі иммунитет жасушаларында орналасқан. Асқазанымыздың өмірін ұзарту үшін және сақтау үшін, қалыпты жұмыс істеу үшін біз міндетті түрде шабдалы гелін қолдануымыз керек. Шабдалы гелі қазіргі күз айларында иммунитетіміздің өте төмендеп, және салқын күндерде ауруға шалдығу қабілетіміздің арттырған кезінде шабдалы гелін пайдалансаңыз, сізге бірде-бір пайдасы зор. Себебі ол 98% жапырақты табиғи гелден жасалған. Құрамында ешқандай бояушылар мен химиялық қоспалар жоқ. Және бұны диабетиктерге ішуге болады. Ол диабетиктер ішу арқылы қандағы инсулиннің деңгейін бір қалыпты ұстап, төмендетіп және бақылап отыру үшін пайдалы. Сонымен бірге ол қан тамырларын дұрыстап, бастапқы қалпына келтіреді. Сонымен бірге ол иммундық жүйені нығайтады, жүйке жұмысының қалпына келтіреді, адамның энергиясын қалпына келтіреді және сүйек жұмысының қалпын өте арттырады. Кішкене жасаған менің экспериментім бар, сол экспериментті қарау арқылы шабдалы гелінің адам организміне пайдалы тұсын және адамның қан тамырларын қалай тазартатынын сіз көрсеңіз болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Көріскенше.